Сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін өте ерекше тағам дайындайтын боламыз. Он қуырдақ деп аталады. Әр жерде әртүрлі атайды, әсіресе Моңғолияда цуйван деген атпен белгілі. Каналыма тіркеліп, қоңырша белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен табамызға майымызды құямыз да қыздырып алып, ұсақтап туралған етімізді қуыратын боламыз. Кез келген етті алсаңыздар болады. Мен сиыр етін алған болатынмын. 5 минуттай қуырамыз да үстіне пиязымызды салып, тағы да араластырып қуыратын боламыз. Үстіне дәміне қарай тұзын, бұрышын қосып араластырамыз да қақпағын жауып 20 минуттай қуырамыз. Етіміз қуырылып болғанша біз жаңа қамырымызды елеп қоятын боламыз. Ыдысымызға 1 стакан суды қосамыз, дәміне қарай тұз қосамыз, және де 1 жұмыртқаны жарып саламыз да, жақсылап тұрып шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Етке жаңа қамыр илегендей қамыр илейтін боламыз. Ұнымызды қосып, қамыр илейміз. Енді қамырымыздың июі қанғанша бетін жауып 15 минутқа қалдырып қоямыз. Міне біздің ет пен пиязымыз 20 минуттай қуырылды. Енді үстіне қайнаған суымызды құямыз да, етіміз піскенше шамамен 1 сағаттай жаңағы қайнатып пісіретін боламыз. Енді етіміз піскенше біз жаңа көкөністерімізді алдын ала турап дайындап қоямыз. Болгар бұрышын осылай ұзынша етіп турап шығамыз. Енді сәбізімізде дәл осылай видеода көрсетілгендей соломка етіп турап шығамыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді жұқа етіп жайып шығуымыз қажет. Осы кезде біз пешімізді 200 градусқа қыздырып қоюымыз қажет. Міне мен қамырымды жұқа етіп жайып алдым. Енді осыны 4 бөлікке бөлемін. Енді ыстық противинді алып, қамырларымызды кептіріп алуымыз қажет. Осылай екі жағынан кептіріп аламыз. Егер суып қалған жағдай болса, қайтадан духовкаға салып, жаңағы противинді қыздырып алуымыз қажет. Міне мен қамырларын бәрі осылай лаваш сияқты кептіріп алдым. Енді осылай рулет сияқты орап аламыз. Орап алғаннан кейін осылай жіңішке етіп, кеспеге кескенде кесіп шығамыз. Міне мен етім толықтай пісті. Енді үстіне көкөністерді салып, тағы да 10-15 минуттай бетін жауып қуыратын боламыз. Енді үстіне жаңа кеспемізді орналастырып шығамыз. Ешқандай да араластырмаймыз. Ол жаңағы өзі буында піседі. Қақпағын жауып, тағы да кішкене 1-5 минуттай пісіретін боламыз. Бес минуттан соң осылай жайлап араластырамыз. Ол бізде осы шашырап пісуі қажет, бір-біріне жабыспай, жаңағы әдемі болып шығуы қажет. Енді дайын болған білу үшін осылай дәмін қарайсыздар. Егер жаңа қамыры піскен болса, онда бізде дайын болды деген сөз. Біздің ұн қуырдағымыз дайын болды. Үстіне осылай әсемдеп шықсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, үй ішіңізді таң қалдырыңыздар. Егер видео рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және де Instagram парақшама да тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әйгерім. Астарыңыз дәмді болсын.